Видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып қолдап жіберейік. Ол видеоны бізде каналымызға салдық. Онда кәдімгі азиат біреу. Кімсің десе қазақпын дейді. Украинде қолға түскен. Украиндер оны тұтқындап алған. Анау өзін қазақпын деп айтады. Енді әлеуметтік желіде, ой, ол қазақ емес екен, жан сақтау үшін қазақпын деді, анау мынау деген сөздір. Анық-қанығын біз білмейміз. Бірақ каналға салдық. Танитындар, білетіндер болса, ол видеоны бұл кім дәлелдесін. Екіншіден, ол қазақ болса, ол орыстың әскеріне неге барды? Біздің Қазақстанның қорғаныс министрлігіне қарасты армия ма? Міне, соның барлығын анықтауға тиіспіз. Сосын, қазақтар, тікелей немесе жанамалай бізге ақпарат беріңіздер. Егер Қазақстан Ресейге әскер жағынан көмектескен болса, онда біздің құдайымыз жасады. Біз Ресей мен Қазақстанның бір екендігін халықараға дәлелдесек, мына сұмырайларға да, Тоқаевқа, Назарбаев әулетіне тұтас санкция салдыру болады. Олардың шетелдегі арам ақшасын бір тиынын ала алмайтын қылып мұздатып тастауға болады. Ертең оның барлығын демократиялық Қазақстан орнаған кезде мемлекетке қайтаруға болады. Сондықтан Қазақстанның әскері Ресейге көмекке барды ма, бармады ма? Осы мәселені дәлелдеу Қазақстандағы мына зұлым жүйені құлату-құлатпаумен тікеден қатысты. Егер біз жеткілікті дәлелді тауып шықсақ, аталар, аналар шықса, аға бауырлар шықса, менің інім бәлем-бәлем, менің балам түген-түген Қазақстанның бұйрығымен Ресейге армияға кетті. Немесе Қазақстан жерінен жылжып Ресей жаққа кетті, одан ары хабар-ошар білмейміз. Менің баламды жаңағы білмейтін бір жат жерге алып кетіпті. Балам хабар-ошарсыз кетті. Балам армияда еді, міне бәленшайдан бастап хабарсыз кетті. Осы сияқты деректер жеткілікті болса болды. Балаңызбен соңғы бір айда, соңғы 2 айда хабарсыз қалсаңыз, балаңыз мен құпия әскери міндет өтеймін, анашым алаңдама деп кетіп қалған болса, онда оның басқа ешқайда кеткен жоқ. Ол Ресейге кетті. Сондықтан осындай ата-аналар, туыстар, мысалы әскери салада қызмет істеп жүрген достарың ізім-ғайым аяқ астынан жоқ болып кетсе, онда солардың бірге оқыған курстастары, сыныптастары бізге хабарласыңыздар, класстастар хабарласыңыздар. Бәленбай Түгенбай әскери жұмыста еді, міндетін өтеп жүрген, аяқ астынан бәлен уақыттан бері жоқ болып кетті. Болды, соның өзі жеткілікті бізге. Біз мынау жоғарғы жаққа жеткізсек, Қазақстан билігі Путиннің жаңағы өлген әскерінің орнын қазақпен толтырып жатыр деп жеткізсек, болды. Тоқаевың бұларға бұйым болмайды. Бір түшкірсе Тоқаевың тоңқалаң асады. Бір түшкіргеннен қалмайды. Сондықтан біздің қазақтар актив, белсенді болып, өзіңіз осындай ақпараттың барлығын қоймай бізге жеткізін. Бұл ақпарат сізге туыс-туған, аға бауырдың ортасында, құда жекжат, қонағасы, дастарханда айтылғаннан пайда бермейді. Бұл ақпарат бізге жетіп, біз арқылы мына Еуропа, Американың құлағына жету керек. Ұқтыңыздар ма? Бұл ақпарат біз арқылы жету керек.